Ассаламу алейкум, сіздермен бірге духовкада піскен балық дайындайтын боламыз. Балығымызды тазалап, жуып аламыз. Маринад жақсы сіңуі үшін видеода көрсетілгендей бірнеше жерінен кесіп аламыз. Маринад үшін бізге жарты лимон қажет болады. Жарты лимонымызды балығымыздың үстінен сығамыз. Тұзымызды, қара бұрышымызды, паприка және сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған балығымызды маринад сіңуі үшін 20 минутқа қалдырамыз. Минут тұрған балығымызды пергамент қағазы төселген формамызға орналастырамыз. Дастарханға осылай тұрғызып қойылған балық шыққанын қаласаңыз, біз формамызға осылай тұрғызып пісіруіміз қажет. Фольгамен үстіне жауып, 180 градуста 30 минут фольгамен пісіреміз. Соң фольганы алып 20 минуттай қойып аламыз. Біздің балығымыз піскенше көкөністерді дайындаймыз. Қайнап тұрған суымызға тұзымызды қосып, брокколиді салып 7 минуттай пісіріп аламыз. Брокколиміз дәмді және жасыл болып пісуін қаласаңыз, лимон қышқылын қосамыз. Қалған көкөністерімізді турап, үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды және сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған тапамызда көкөністерімізді қуырып аламыз. Пісіп шыққан балығымызды ыдысымызға орналастырамыз. Көкөністерімізбенен әдемілеп сәндейміз. Қонақ келгенде дастарханның көркін ашатын духовкада піскен дәмді балығымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.